Арсен, ойнайсың ба? Я, қазір шығам. Атсай. Ей, көтерсей. Ой, қазір. Көтер. Келсей. Ана келжет. Атсай. Кас. Ей, қазір мотоциклмен бара салайыншы мен. Кеттім, машинаға барам. Машинамен бірге жүріп кел. Арсен, сабақ айт. Оқыған жоқпын. Арсен, не болып жүр саған соңғы кезде? Бұрындары сабақ жақсы оқитын бала едің, қазір вообще оқымайтын болдың. Отыр, 2. Алдияр, тақтаға шық. Ағай, мен сабақ оқыған жоқпын. Кеше... Не кеше? Сен кешең бітпей кетті ғой? Алдында ғана сабақты оқып келем дедің ғой. Мынау Арсен екеуіне қорытындыға не қоярып та білмедім осы тұрғанда. Ағай, ертеңгі сабақты оқып келемін. Отыр, Алдияр. Өз еркімен сабақ айтатындар бар ма? Мен ағай. Мирас, тақтаға шық. Абай Құнанбаев қыз. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы аққырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Міне, Мирас сияқты сабақ оқып келу керек қой. Отыр, Мирас. 5 сағат. Тоқташы сен өзіне көп алып жүрген жоқсың ба? Сабақты мен айтамын, өзің сұрағаны не? Әлде апайдың алдында плюс жинағың келіп жүр ма? Енді сендер тек қана телефон ойнай бергенше андасында кітаптың бетін ашып сабақ оқып қойсаңдаршы. Мынау ерегескісі келіп тұр ғой. Мүмкін төбелескің келіп тұрған шығар. Алдияр, бұл мен ініммен де төбелесе алмайды ғой. Сенің інің кішкентай ғой. Ей, төбелес жасқа қарамайды. Махаббат жасқа қарамайтын еді ғой. Жарайды, кейін сөйлесерміз. Балалар, біз бүгіннен бастап күрделі математикаға көшетін боламыз. Бұрынғыдай 1-ге 1-ді қосу, 2-ге 2-ні қосу, теңдеу деген есептер мүлдем өтпейміз. Енді күрделі математикаға көшеміз, Арсен. Тұр орнынан. Жаңа мен не дедім? Сен даже 1-ге 1 қосып та білмейтін шығарсың. Апай, білем ғой, 1-ге 1-ді қоссаң, 2-ге 2-ні қоссаң, отряд болады ғой. Кіре ғой. Құрметті оқушылар, сіздердің сыныптарыңызға Айзере есімді жаңа оқушы келіп жатыр. Апай, өзіңіз жайғастырсаңыз. Сау болыңыздар, оқушылар. Айзере, сен Мирастың жанына барып жайғаса ғой. Менде әлі кітап жоқ еді. Сабақтан кейін алатын едім. Кел онда екеуміз менің кітабымды оқи берейік. Айзере, сен кітап оқығанды ұнатасың ба? Әрине, Мұқағали Мақатаев атамыздың өлеңдері мен шығармаларын оқығанды ұнатамын. Өзің кітап оқисың ба? Сол баяғыдан бері кітап оқимын. Баяғыдан деген қай кезден бастапсың да? Сол бала кезден бастағам ғой кітап оқығанды. Оппа, махаббат дейсің ғой. Ондай емес.
Алдияр, Арсен, екеуіңді мектептен шығаруға мәжбүр болып тұрмыз. Өткен сабақ үлгерімдерің өте нашар болып кетті. Сабаққа да кешігіп келіп жүрсіңдер. Ертең мектепке ата-аналарыңмен бірге мен кабинетіме соғып кетіңдер. Осының бәрі анау Мирастың кесірі. Мирас болмағанда бұндай жағдай болмас еді. Я, соны бәрі жақсы көріп кетті ғой. Апайларда, ағайларда, директоры тіптен жаңадан келген қызда. Соның не қасиеті бар сонша өзіне бәрін қалатып алатындай. Қазір сабақ бітсін, таяқ жейді. Чөттен Мирас, соңғы жаңалықты естідің бе? Жоқ, қандай жаңалық? Біреудің кесірінен біреулер мектептен шығып жатыр деген жаңалық. Кімнің кесірінен кімдер мектептен шығып жатыр екен? Бізді сенің кесірінен мектептен шығарайын деп жатыр. Әлде сен бізді лоққа теңеп тұрсың ба? Немесе алдында үндемегеннен кейін болды, бәрі бітті дедің бе? Жоқ, мен сендерге ешқандай да қатысым жоқ. Әлде сен екеуің маған қортайып алып, маған секірейін дедіңдер ма енді қалғаны? Мынаған тіл шығайын депті ғой. Жүр Алдияр, су ағасын берейік. Арсен, Алдияр! Тоқтатыңдар! Сендердің сабақ оқымағандарыңа Мирас кінәлі ма? Қашан көрсең телефонда отырасыңдар. Ата-аналарың сендерге телефонды ойнау үшін алып берген жоқ қой. Қатарларынан қалмасын деп телефонмен жүрсін деп алып берді. Қашан көрсең де ойын ойнап отырасыңдар. Бір сабақ оқығандарыңды көрген жоқпын келгелі. Ата-анамыз бізге барлығын жасап беріп жатыр, тіпті осы телефонға дейін. Біз ата-анамыз үшін не істеп жатырмыз? Тым болмаса бізге сені отқан ата-анамыздың үмітін ақтайық та. Асхатұлы Алдияр, сізді мектебіміздің атынан үздік оқушы деп марапаттаймыз. Дәл осындай матеммен Албакиров Арсен, сізді де марапаттаймыз. Негізі Free Fire'да мастерге жеткеннен, мектепте үздік болып мастерге жеткен бөлек сезім екен ғой. Әрине, енді осылай барлығын жақсы оқып, сабағымызды жақсы бітіріп, қалаған оқуымызға түсіп, ата-анамыздың үмітін ақтаймыз. Free Fire деген сияқты онлайн ойындарды қою керек сияқты, я? Сабақты болғаннан кейін шамалы ойнасақ та болатын шығар енді. Айзере, саған көптен көп рахмет. Егер де сен болмасаң, біз әлі мектептен шығып, әлі сол ойынымызды ойнап жүрмедік. Я, Айзере, рахмет саған. Мирас, сенен де кешірім сұраймын. Саған айтпаған сөзіміз жоқ. Ерегістік, төбелестік. Я, жігіттер, кешіремін ғой. Сендер де главный сол жолға түсіп, до конца сол жолмен кеткен жоқсыңдар ғой. Әйтеуір біздің жағымызға қосылдыңдар, сабақтарыңды оқыдыңдар. Ендігі кезде бір-бірімізге уәде берейікші. Ендігіден әрі телефонды тек қана керек жерінде, керек кезде ғана пайдаланайық. Ал сабаққа өзіміздің зейінімізді қойып, әрі қарай жақсы оқимыз деп бір-бірімізге уәде берейік. Еш қиындық жоқ. Міне.